Мен Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласы машина жасау колледжінің 2-ші курс студенті Цымбал Владимир. Абай Конанбаевтың туғанына 175 жыл туына орай ғылым таппай мақтанба өлеңін оқып беремін. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, ұрын таппай баптанба, құмарланып шотанба, ойнап басқа күлге, бес нәрседен ташып бол, бес нәрседен асық бол, адам болам дейсіңіз. Тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесіңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бегер мал шашпақ, без дұшпанын белесіңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақын ойлап қой, без асыл іс көрсіңіз. Жамандық көрсен нәфретлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсен ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғылым болмай немене, балалықты кисаңыз. Болмасам да, оқсақ бақ, бір ғылымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсіңіз. Сізге ғылым күн берер, жанбай жатып сүйсіңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсіңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсіңіз. Ақыл сенбейіңіз, бір іске тез келсіңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл менен жүрсіңіз. Надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсіңіз. Аят, хадис емес қой, күпір болдың демес қой. Тыңдаған үшін рахмет, сау болыңыз.